Қайырлы күн достар. Жақында маған комментарийге ойыншық аю қонжық тоқып үйретіңізші деген қызық бір пікір келді. Оны оқи сала дереу осы кішкентай қонжықты тоқуға кірістім. Видеода әрбір бөлшекті қалай тоқу керектігін мұқият асықпай көрсетіп шыққан болатынмын. Сол себепті тоқуды енді үйреніп бастаған адамда тоқи алады деп сенемін. Егерде сіздерде осындай ойыншық қонжық аю тоқып үйренгіңіз келсе, онда менімен бірге тоқуға сіздерді шақырамын. Ендеше бастайық. Тоқуды аяғынан бастаймыз. Ол үшін амигуруми сақинасын жасап аламыз. Мінекей, былай саусағымды орап алдым. Мінекей, осылай. Енді 10 бос ілмек аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей, 10. Енді ілмек бізден кейінгі, мінекей, 1, екіншіге қарапайым баған тоқимыз. 1, келесіге де солай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мінекей 9-шы тоқимыз. Енді жаңа алғашқыда тоқып алған амигуруми сақинасының ілмегіне 3 бос ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Мінекей мынау 3 ілмекті бірінші бос тұрған амигуруми сақинасына тоқыдым. Енді жіптің етегін тартамыз. Енді қайтадан 9 бос ілмек тоқимыз. Тоқу барысында жіптің етегін қосып тоқып жіберем. Мінекей мұндағы, мынау қатардағы, беткі қабырғасына ғана аласыз. Бүйтіп тереңнен алатын болсаңыз, орталарында тесік пайда болады. Сол үшін беткі тұрған жалғыз бір ғана қабырғаға іле отырып тоқимыз. 1, 2, 8 баған тоқыдым. Бұрылыстан кейін 2, 4, 6, 8. Енді алғашқы бірінші тоқыған жерімізге тағыда 2 бос ілмек тоқимын. Қарапайым баған, кешірерсіздер. Бос ілмек емес, қарапайым баған тоқимын. 1, және дәл осы нүктеге қайтадан 2. Мінекей, бірінші қатарымыз аяқталды. Екінші қатарда мұнда тоқылған осы нүктедегі ең алғашқы бірінші бағанның үстіне қосарлы баған тоқимын. 1, белгіліп қоям қатардың басын ұмытпас үшін. Дәл осы нүктеге қайтадан 2. Жіптің етегін алып тастасақ болады. Енді мұнда тегіс бөлігі 8 бос ілмек, 8 қарапайым баған тоқимыз. 1, 2, 8. Мінекей 8 қарапайым баған тоқып алдық. Мұнда төбесіндегі 3 бағанға қосарлы бағандар тоқимыз. Яғни бір нүктеге 2 бағаннан. Бірінші нүктеге бірінші баған, сол нүктеге екінші баған. Келесі екінші нүктеге бірінші баған, екінші баған. Үшінші нүктеге бірінші баған және екінші баған. Мінекей тоқуымызды дөңгелетіп алдық. Енді ары қарай тағы да 8 қарапайым бағандар. 1, 2, 8. Мінекей 8 қарапайым баған тоқыдық. Енді мынау екеуін, 2 бағанды қосарлатамыз. 1, 2. Келесіге 1, 2. Осымен екінші қатарымыз аяқталды.
үшінші қатардың басы. Ол жерде біріншісіне қосарлы баған тоқимыз. 1 және 2. Белгімізді ұмытпайық. Мен мұнда 2 тоқыдым. Мінекей қатардың басы. Бір қосарлы баған және бір жай баған. Енді ары қарай 8 жай баған. 1 8. Енді мұнда дөңгелететін бөлігіміз келді. Дөңгелек бөлігіміз. Бұл жерде біріншіге қосарлы баған 1 және 2. Екіншіге бір баған 1. Екінші 1 2 және мұнда жай бір баған. Келесі үшінші қосарлы баған 1 2 және мінекей 1. Енді ары қарай қайтадан 8 қарапайым баған. 8. Мұнда біріншісіне қосарлы баған 1 2 және бір баған. Және соңғы қосарлы баған осы қатардың 1 2 және 1. Мінекей, үшінші қатарымыз аяқталды. Келесі төртінші қатарды жай бағанмен бастаймыз. 1 екінші тоже жай баған 2. Одан кейін қосарлы баған тоқимыз. Мінекей, бірінші осы нүктеден қайтадан екінші. 2 жай баған, одан кейін қосарлы баған. 8 қарапайым баған. 1 8. Мінекей. Енді мұнда 2 жай баған тоқимыз. 1 2, ал мұнда қосарлы тоқимыз. 1 қайтадан тура осы нүктеге 2 қайталаймыз. 1 2, мұнда қосарлы баған. Үшінші рет қайталаймыз. 1 2 және қосарлы баған. Мұнда 8 қарапайым баған. 8 баған тоқып алдық. Енді қосарлатам. Мұнда алдымен 2 жай баған. 1 2 және қосарлы. Тағы да 2 жай баған. Және мұнда қосарлы. Мінекей, төртінші қатарды аяқтадық. Ендігі кезекте біз 4 қатар ешқандай қоспасыз тоқимыз. Барлығы қатардың соңында 40 баған болу керек. Мінекей, белгіні ұмытпаңыздар. Ешқандай бағанды қосарлатпай, тек барлығын 40 бағанды жай бағанмен тоқып шығамыз. 4 қатардан кейін кездесеміз. Мінекей, 4 қатар тоқып алдық. Ендігі кезекте біз қысқартулар жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 7 қарапайым тоқып аламыз баған. 1 2 3 4 5 6 7. Мінекей, 7 баған тоқып алдық. Ендігі кезекте қысқартулар жасаймыз. Қысқартуды қалай жасаймыз? Мінекей, қарап тұрсаңыздар, мұнда 2 қабырға бар әр бағанда. Соның бірінші қабырғасын былай іліп аламыз. Және келесі, мінекей, 2 қабырғаны іліп алдық. Осыдан бір баған тоқимыз. 1. Бұл бірінші қысқартуымыз. Екінші қысқартуымыз. Мінекей, осылай 2 қабырғасын іле отырып тоқимыз. 2 3 4 5. Осылайша 12 қысқарту тоқуымыз керек. Мінекей, 12 қысқарту тоқып алдым. Енді 9 қарапайым баған тоқимыз. 1 2 және 9. Келесі қатарда тағы да 7 баған тоқып аламыз.
және 7. Ендігі кезекте 6 қысқарту жасаймыз. Алдыңғы қатардағындай бірінші қабырғаны іліп аламыз. Одан кейінгі қабырғаны іле отырып, бір жай ілмек тоқимыз. Мінекей 1, 2, осылай 6 қысқарту тоқуымыз керек. Мінекей 6-шы қысқартуды тоқып алдық. Енді тағы да 9 қарапайым ілмек тоқимыз жай ілмектен. 1, 2, және 9. Келесі қатарда біз 7 емес 6 баған тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Енді мұнда 4 қысқарту жасаймыз. 1, 4 және 8 қарапайым баған тоқимыз. 1, 2, 8. Мінекей қазіргі тұрғыда түріне мән бермей қойыңыз. Кейін ішіне синтепонын салғаннан кейін түзеліп кетеді. Келесі қатарда бір қарапайым ілмек және убавка жасаймыз, қысқарту жасаймыз. Бір қысқарту. Тағы да солай. Бір жай ілмек, бір қысқарту. Осылайша қатардың соңына дейін қайталап тоқып шығамыз. Мінекей тоқып болдық. Енді алда осылай қоспасыз, қысқартуларсыз 12 бағанды 10 қатар тоқуымыз керек. Барлығы қатарда 12 бағаннан. Осы тұрғыда қиын болмас үшін мен ішіне мындай синтепон салып жіберем. Себебі тағы да кішкене тоқығаннан кейін толтыру қиын болып кетеді. Мінекей осылайша 12 бағаннан 10 қатар тоқып шығамыз. Мінекей мен 10 қатар тоқып шықтым. Енді мынау бөлігін жартысына дейін толтырамыз керек. Мінекей жартысына дейін толтырдым. Осылай. Ендігі кезекте біздер қысқарту жасаймыз. Ол үшін алдыңғы қатардағындай 2 қабырғаны іле отырып, осылай 6 қысқарту жасауымыз керек. Бірінші, екінші қысқарту, үшінші қысқарту, төртінші, бесінші және соңғы.
мінекей енді аяқты былай тура ортасынан бөліп осылай мынау екі қабырғаны бір-бірімен біріктіреміз. Бойынан аударып, мына жағында бір-бірімен біріктіріп аламыз. Мінекей, бір аяғымыз дайын. Тура осындай екінші аяқты да тоқып алуымыз қажет болады. Ендігі кезекте қолдарын тоқимыз. Ол үшін амигуруми сақинасынан мінекей былай ілмекпізді жіптің үстінен аламыз. Сақинамызды осылай бекітіп аламыз. Осы сақинаның ішіне енді 6 баған тоқимыз, қарапайым баған. 1, 2, 3, 4, 5. Маған ыңғайсыз болып тұр, қолым кесіп алғам. 6, 1, 3, 6. Енді жіптің етегін тартамыз. Тоқуымызды осылай дөңгелетіп аламыз. Ендігі кезекте мінекей мынау екі бағанны, екі қабырғаны іле отырып, мінекей 1, 2. Жіптің етегін ішіне қосып тоқып жіберем. Мінекей 1. Белгімді іліп қоям. Қайтадан тура осы нүктеге екінші қосарлы баған. Келесі нүктеге 1, 2. Осылайша қатардың соңына дейін 6 рет қайталап шығамыз. Қатардың соңында бізде барлығы 12 баған болуы керек. Екінші қатарды аяқтадым. Ендігі кезекте барлық бағанның үстіне бір-бірден тоқып шығамын. Барлығы 12 баған. Осылайша мен 5 қатар тоқып шығуым керек. Мінекей 5 қатар тоқып алдым. Ендігі кезекте біз 3 баған тоқимыз. 1, 2, 3. Енді 3 қысқарту жасаймыз. Осылай екі қабырғаны ала отырып, бірінші қысқартуымыз, екінші қысқартуымыз және үшінші қысқартуымыз. Енді 3 қарапайым баған. 1, 2, 3. Мінекей, ендігі кезекте келесі қатарда бізде 9 баған болады. Осы 9 бағанды 8 қатар тоқып шығуымыз керек. Осы тұрғыда мен қолды кішкене ішін толтырып алсам да болады. Себебі кейін қиындау болып кетеді. Арғарай ешқандай қоспасыз 8 қатар тоқып шығамыз. Мінекей мен 8 қатар тоқып алдым. Енді қысқартулар жасаймыз. Ол үшін 1 баған тоқып аламын. Енді 3 қысқарту жасаймын. 1, 2, 3. Енді 2 қарапайым баған. 1, 2. Тоқып алдым мінекей. Енді кезекте жай жіпімізді қиып, мына жеріміз бізде ашық, осылай қала берсін. Дәл осылай екінші қолында тоқып алыңыздар.
Ендігі кезекте қонжығымыздың денесін тоқимыз. Ол үшін амигуруми сақинасын жасап аламыз. Сақинаны бекітіп алдық. Енді осының ішіне 6 қарапайым баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жіптің етегін тартамыз. Тоқуымызды дөңгелетеміз. Мінекей осылайша бірінші қатарымыз аяқталды. Екінші қатарда мынау нүктеге біз 2 баған тоқимыз, қосарлатамыз. 1, 2. Келесіге де солай. 1, 2. Әр бағанға 2 бағаннан тоқып, қатар соңында 12 баған болу керек. Келесі үшінші қатар. Үшінші қатарда біз бірінші қосарлы баған тоқимыз. Тура осы нүктеге екінші бағанымыз. Және бір қарапайым баған. Тура осылай 6 рет қайталап тоқып шығамыз. Қатардың соңында 18 баған болуы керек. Келесі төртінші қатар. Төртінші қатарда біз 2 қарапайым баған тоқимыз. 1, 2. Және одан кейін қосарлы баған тоқимыз. Дәл осы нүктеге екінші. Мінекей, тура осылай қатардың соңына дейін қайталап шығамыз. Барлығы 6 рапорт болу керек. Қатардың соңында 24 баған болуы тиіс. Келесі 5-ші қатар. 5-ші қатарда қосарлы бағаннан бастаймыз. 1, қайта осы бағанға, осы нүктеге екінші тоқимыз. Енді 3 қарапайым баған. 1, 2, 3. Осылайша тағда 5 рет қайталап қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатар соңында 30 баған болуы тиіс. Келесі 6-шы қатар. 6-шы қатарда 2 жай баған. 1, 2. Одан кейін қосарлы баған. 1. Тура осы нүктеге қайтадан екінші баған. Және тағда 2 жай баған. Дәл осы рапортты қатардың соңына дейін 5 рет тағда қайталап шығамыз. Қатардың соңында барлығы 36 баған болуы керек. Келесі 7-ші қатар. 7-ші қатарда алдымен 1, 4 қарапайым баған тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4. Одан кейін мұнда қосымша тоқимыз. Енді 1. Дәл осы рапортты қатар соңына дейін 5 рет тағда қайталап шығамыз. Қатардың соңында барлығы 42 баған болуы тиіс. Мінекей, мұнда 4 жай баған, қосымша және 1 баған. Қайтадан 4 жай баған, қосарлы баған, одан кейін 1 баған. Осылайша қатардың соңына дейін қайталамыздар. Келесі 8-ші қатар. 8-ші қатарда 1. Барлығы 6 қарапайым баған тоқимыз, сосын қосарлы баған тоқимыз. Мінекей 2, 3, 4, 5, 6. Енді мұнда қосарлы баған тоқимыз. Дәл осы нүктеге екіншісі. Мінекей. Осы рапортты қатардың соңына дейін тағы 5 рет қайталаймыз. Қатардың соңында бізде барлығы 48 баған болуы керек. Мұнда байқасаңыздар, мен қосарлы бағанды, қараңыздар, мінекей қосарлы баған, біткеннен кейін қайтадан қосарлы баған, біткен нүктеде қайтадан қосарлы баған. Осылай жылжып отырып тоқимын. Сол тоқудың арқасында менің тоқуым дөңгелек болып шығады. Төрт бұрышты емес,
мындай алты бұрыш болып кетеді. Егер мынау қосарлы бағанды бірінің үстіне бірін жасай берсек, ол кезде алты бұрыш болып тоқылады. Сіздерге видеода сілтеме қалдырып қоямын. Ол жерде осындай тегіс шеңбер тоқудың видеосы көрсетілген. Егер сондай тегіс мінсіз шеңбер тоқығыңыз келсе, сол видеоны көріп шықсаңыз болады. 9-шы қатарда қосарлы бағаннан бастаймыз. 1, мінекей, және екінші қосарлы баған, одан кейін 7 қарапайым баған. 7 қарапайым баған екен, қайтадан қосарлы баған, 7 қарапайым баған. Осылайша қатардың соңына дейін тағы да 5 рет қайталаймыз. Қатардың соңында барлығы бізде 54 баған болуы тиіс. Келесі 10-шы қатар. 10-шы қатар мен 11-шы қатарда ешқандай қосарлы бағансыз барлығы 54 бағанды тоқып шығамыз. Назар аударыңыз, 10-шы және 11-шы қатар. Екі қатар қоспасыз тоқып шығамыз. 11-ші қатарда тоқып біттім. Енді 12-ші қатар. 12-ші қатарда назар аударыңыздар. Мен қазір тек 12 қарапайым баған тоқып шығамын. Одан кейін аяқтарын қосып бірге тоқимын. 1, мінекей 12 қатар тоқыдым, 12 баған тоқыдым. Ендігі кезекте алдын ала тоқып алған аяқтарымызды бекітеміз. Ол үшін мына бір нүктесінен деп, мінекей былай шаншып алдым аяқтың ортасынан, төбе жағынан. Енді келесі бағанға былай тіреп бір баған тоқимыз. Келесі ортасынан тағы да бір тіреп, келесі екінші бағанды тоқимын. Келесі үшінші бағанды тіреймін. Мінекей келесі үшінші бағанға тоқып аламын оны. Енді екі аяқтың ортасында 24 баған тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5. Бірақ осы тұрғыда мен мынау жіпті мұнда бекітіп қоюым керек. Ол үшін кез келген мұндағы нүктеден өткіздіріп, осылайша түйін жасаймын. Бір түйін, жанынан тағы да бір түйін жасасам болады. Екі түйінмен бекітемін. 24 баған тоқимын. Мінекей 24 баған тоқып алдым. Енді екінші аяқты тоқимын. Мән беріңіздер, екі аяғы бір жаққа қарап тұрсын, керісінше тоқып қойып жүрмеңіздер. Мінекей бұрыштан бір шаншып аламын және келесі бағанға тоқимын. 1, ортасынан шаншимын және екінші бағанға және үшіншісін шетінен шаншып үш және қатар соңына дейін қалған 12 бағанды тоқып шығамын. Мынау жіпті де бірінші аяқты бекіткен тегіндей бекітіп аламын. Келесі қатарда кездесеміз. 12-ші қатарды аяқтадым. Енді 13 және 14-ші қатарларды да осылай ешқандай қоспасыз 54 бағанды тоқып шығамыз. Екі қатар.
абай болыңыздар, 13 және 14 қатарларды. 13 пен 14 қатарды тоқып шықтым. Ендігі кезекте 15 қатар. 15 қатардың бір деп біліп қояйын. 15 қатарда 16 қарапайым бағаннан бастаймыз. 1, 2 және 16. 16. Ендігі кезекте біз қысқартуымызды бастаймыз. Әдеттегідей 2 қабырғаны іле отырып, бір баған тоқимыз және 2 жай баған. 1 және 2. Осылай 5 рет қайталаймыз барлығы. Енді 4 рет жасау керек. Екінші қысқарту. Үшінші қысқарту. Төртінші қысқарту. Бесінші қысқарту. Екі. Мінекей біз 5 қысқартуымыз жасадық. Енді соңында тағы да 6-шы бір қысқартуымызды жасаймыз. Және қатардың соңында қайтадан 16 баған тоқып шығамыз. 1, 2, 16. Мінекей 15-ші қатарымыз аяқталды. Енді 16-шы және 17-ші қатарда ешқандай қосарлық баған тоқымаймыз және қысқарту жасамаймыз. Тек барлық 48 бағанды 2 қатар тоқып шығамыз. 16-шы және 17-ші қатарларды тоқып бітірдім. Енді 18-ші қатар. 18-ші қатарда біз 6 жай қарапайым баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді қысқарту жасаймыз. 2 бағанды біріктіреміз. Осылай тағы да 5 рет, барлығы 6 рет тоқып шығуымыз керек. Мінекей 18-ші қатарды бітірдім. Енді 19-шы және 20-шы қатарларды қоспасыз, қысқартуларсыз барлығы 42 баған тоқып шығамыз. 2 қатар 19 және 20. 21-ші қатарда кездесеміз.